Қайырлы күн, менің есімім Назерке, және бүгінгі видеода мен сіздерге гифке қатысу дұрыс па, әлде бұрыс па, осы сұраққа жауап бергім келеді. Ең басында біз өзіміздің парақшамызды қолға алып, бірақ оқырмандар жиналмай жатқан кезде осы гифке қатысып, бір сәттің ішінде 5.000 не 10.000 адам жинап алғымыз келеді. Яғни гифтің осы тұрғыдан пайдасы бар, яғни бірден тез оқырманды жинап алу. Дегенмен де оның кері әсерлері одан да көп. Себебі егер сіздің парақшаңыз әдемі болмай, жалпы осы оқырмандардың барлығының келуіне дайын болмаса, іші пайдалы посттарға толы болмаса, гифтен келген адамдарды кейін алып қалу үшін әртүрлі қызықты дүниелер сіз ұйымдастырып отырмасаңыз, гиф біте салысымен сізге келген оқырмандардың барлығының көпшілігі 80%-дан астамы сіздің парақшаңыздан қайтадан кетіп қалады. Сіз айтуыңыз мүмкін, маған 20% қалды ғой, мен қалайда ұтыстамын деп. Дегенімен осы тұрғыда көп адам үлкен бір нәрсені елемей кетеді. Бұл Инстаграмның өзі. Себебі Инстаграм өте ақылды жүйе, өте ақылды әлеуметтік желі. Ол ең алдымен сіздің оқырман сандарыңызға қарайды, одан басқа сіздің әрбір постыңызға қойылған лайк, пікірлерін сан, яғни соның барлығын есептеп конверсиясын шығарып отырады. Енді егер сіздің парақшаңызға 10.000 адам келіп, кейін оның 8.000-ы кетіп қалса, Инстаграм не деп ойлайды? Айтады, мынау адамның парақшасы қызық емес екен дейді. Яғни сіздің парақшаңыз, былайша айтқанда черный список деймін, соған кіріп кетеді, сіздің парақшаңызды басқа адамдарға ұсынуы әлде қайта төмен болып, сізді басқа адамдарға мүлдем көрсетпей қоюда мүмкін. Сол себепті де гифтің осындай бір кері әсерлері бар. Осы ақпараттың барлығын ескере отырып гифке қатыспау әрине бұл сіздің өзіңіздің қарамаңызда. Әрине кейбір блогерлер болады, миллион оқырманы болып, ол одан да дамығысы келгенде, оған гиф өте жақсы көмектеседі, яғни гифтің де өте бір тиімді кездері болады. Бірақ дәл қазір, егер сіз енді дамып келе жатқан кезде, гифтің кесірінен сіз парақшаңызды өлтіріп алуыңыз мүмкін, яғни Инстаграм сізді қызық емес деп, жаңағы айтқан қара тізімнің ішіне кіріп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан мен өз тұрғымнан, сана орталығының парақшасы болсын, өзімнің парақшам болсын, біз ешқандай раскруткасыз, гифсіз, біз сапалы аудиторияға, сапалы оқырмандарға көбірек мән береміз. Соның есесінен біздің посттарымызда да лайктар көп жиналады, пікірлер көп жиналады, және бізбен кері байланыс, парақшамыздың белсенділігі өте жоғары. Сондықтан әрине соңғы шешім өзіңізден, дегенмен де қатысқыңыз келіп, оқырманды бірден жинап алғыңыз келсе, онда парақшаңызды ретке келтіріңіз. Ал бұл тұрғыдан біз сізге көмектесе аламыз. Ол үшін 14 күндік жеке бренд қалыптастыр деп аталатын Инстаграм курсына қатысып, сіздің мынау жалпы шапка профиля дейді, постты қалай жазу керек, текст қалай жазу керек, посттың қандай форматтары бар, сторис, фото түсіру, видео түсіру, контент план, таргетинг және басқа да тақырыптардың барлығын қамтып 14 күндік курс жасап шықты. Ал курс туралы толығырақ сіз осы видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп, немесе бізге хабарласу арқылы білсеңіз болады. Бізге міндетті түрде жазылыңыз, лайк аямаңыз, себебі сіздермен пайдалы видеолармен бөлісуге біз әрдайым дайынбыз.